бізге тегін сим-карта береді және оны телефонымызға саламыз. Купите аптечку, яғни аптечканы алып және де оны бізге использовать, яғни қолдану керек еді. Оны қолданып болған соң бізге дядя Михайлович келесі задание магазин одеждыға барып киім сатып ал деп жатыр. Мен Black Russian'ны ойнап жатқаным бірінші жыл емес, сол себепті мен опытный игрок ретінде осы сервердің өзінің промокоды, яғни предрегистрация промокодын жазып, ол жақтан BMW i8 және де қызға ұлға скин алдым. Оларды алу үшін біз ревард командасын жазып, сол жақтан өзімізге керек скиннің біреуін таңдаймыз. Мен қыздың скинін алып және де оны киген кезде маған задание істелінбеді. Ал оны істеу үшін бізге магазин одеждыға кіріп, сосын шығып, сосын барып киімді ауыстыру керек еді. Мен чуть-чуть тупанул енді. Заданияны жасап болған соң бізге 5000 рублей және де 1 очко опыта береді. Дядя Михайловичтің айтуы бойынша бізге права тапсыру керек.